Fikriye Картанамның мешақатлы омыр yolчуклары. Халқымызның ажайып адеті бар. Озынден буюк адамларның эллеріні опмек. Питамның айтқанларына көре бу эвел изелден сақланып келген буюклерге урмет етув. Оларның кечірген омырлері огынде темена етув манасыны ташыған адеттір. Керчектенде, Картанамның эллеріне бақсаң, үстлерінде чоқтан чоқ бірі-біріне қарышқан мешақатлы омыр yolчукларыны көресің. İnsanның көзлері оның табиатыны, іч дүниясыны, көңіл паклигыны ифаде еткені кыбы, эллері де, күзгі кыбы, бұтын кечмешіні тарифле екенлер. Картанам өзі назик, теміз көңілі инсан олып, аят yolында чоқ қиынлықлар көрген. Женкнің дешетлі күнлері, сүргінлік фажасы, яқын инсанларны жойып. Исмаил қызы Фикрие Картанам 1929 сенесі Қырымның Фотисала көйінде дүнияға келген. Балалығы Эскел көйінде кечті. Анасы Сайде ве бабасы Смайылның тамырлары күчік өзен баштан екен. Смайыл қарт дедем деміржі, Сайде Картанам эв бикесі олған. Фикрие Картанам Қорантада 7-ші бала екен. 4 ағасы Мустафа, Бекир, Мемет, Энвер. Екі татасы Эмшире ве Сале бар екен. Балалықта Фикрие Картанам басма парчачықлардан қоқла ясап ойнаған, өзенге ялдамаға барған. Эскел көй мектебінің 4 сыныфыны аля бааларнен бітірген. Үстіндегі бала урбаларының бұтыны анасының чебер эллерінен тікілген. О вақыттерінден тікілген аяқап пек паалы екен. Анасы оңа басмадан чарықларға ошаған аяқапчықлар тіккен. Олар да өрселенмесін деп тек бір ерге кеткенде киген. Яз бойы жоқысы кой балалары кыбы яланаяқ юрген. Жоқ балалы Қорантаның сайыбы Смайыл қарты дедем 1933 сенесі вефат ете. Сайде Картанам 7 баланен қала. Балалар анасына қолларындан келген қадар ярдым еткенлер. Фикрие Картанам да анасының ұджимаға бара, жоқрақтан сув кетіре, эв айванларны бақмаға ярдым ете. Фуқарелік себебінден балалар башланғыч тәсіліні алып, оқывны девам етіп олмағанлар. Тек Картанамның бұйық ағасы Мустафа Қара төбе алиеджілік техникумында оқыған. Фикрие Картанамның мешақатлы омыр yolының ilk зорлықлары 2-ші Джианг Дженкі yıllarına келген. Дженкнің 1-ші күнінде Фикрие Картанамның 4 ағасы жебеге кеткен. Evde тек анасы ве қыз қардашлары қалған. Эскел көйні немселер басқан ве халқаттың шашамаға бермегенлер. Фикрие Картанамның анасы бұтын Қорантасы еле фашист айдутлардан окопларда сақланмаға межбүр олған. Бір күн немсе аскері Картанамның анасына бұтын эв құшларыны тұтып оңа бермеге эмир еткен. Айле мади зорлық чексе де, Картанамның анасы чаресізліктен немсенің эміріні еда етмеге межбүр ола. Шу yılları Эскел көйінде яшайыш пек ақыр олған. Оның үшін Картанам олған малындан қалған сағырыны алып, айлесіні құртармақ үшін Фотисала көйіне көче. Анда сығырыны сатып біраз вақыт кечінелер. Жоқ вақыт кечмезден немселер Эскел көйіні бұтын яққанлары ақында хабер келген. Картанамның евлерінден из біле қалмаған. Женкнің дешетлі yollarından 2 ағасы қайтмады. Олар ақында бір хабер біле олмаған. Мемет ве Энвер ағалары Женктен қайтып, сүргінлік девірінің ажысыны толусынен исеттілер. 1944 сенесінің майыс 17-де ақшамы Картанамның анасы собада отмек, бір қазанда шорба пішірген. Сабасына қапу қақылған ве уч аскер евнің ішіне кіріп, «Азырланыңыз, сізні мұндан чықарачақлар, ашамаға аш, sıcақ урба алыңыз», дегенлер. Картанам сұраған, «Бізні қайда чықарачақсыңыз?» «Ничего не знаю, такой указ», деген солдат. Сайде Картанам біріншіден анасындан қалған мұқадес Құранны еліне ала. Балаларына 1-2 урба юн шалыны алып чыққан. Пішкен отмекні evde олған ұнны, қазандаки шорбаны токып, қазанны янларына алғанлар. Шу Құранны Картанам көз бебегі кібі чоқ yıllar девамында сақлап келген.
Шымды есе, кыйметлі айле дігері ижрет yolunu кечіп, өз ватанына қайтты. Бүтін халқыны кой мейданына топлағанлар. Соң балабан машиналарға юклеп, сүрен станциясына алып кеткенлер. Анда сасық, пенжересіз, мал вагонларына юклеп, Қырымдан чықарғанлар. Неге ұғрағанымызны өзіміз да білмедік, дей қартанам. Сайде қартанам, yol бойы, тенеке парчасы үстінде, янына алған ундан пітечеклер пішіріп, балаларыны ашатмаға тырышқан. 2 haftadan çok sürgen uzun yol қартанама бір omur кыбы көрінген. Эшелон Беговат станциясына келіп тоқтаған. Андан халқыны чел ортасында олған землянкаларға ерлештіргенлер. 3 ай анда яшағанлар. О вақыт Фархат каналыны қазанғанлар. Апайлар балалары немберебер цементны қараштырып, 32 килолық тула, яғни кирпич ясағанлар. 2 тула бір носилкаға қойып ташығанлар. Бөлелікле сычақтан, тақаттан кесілген қадын ве балаларының емегінен Фархат каналы ясалған. Қартанамның бұйық татасы Қырымдан чықарылғанда башқа эшелонға түшкен ве Өзбекистанда 3 ай туғанларыны қыдырып, зорлық чекіп, айлесінен қауышқан. Соңра олар памукчықлық совхозына көчелер. Анда ары қазалар, памук чапалайлар, ве жиялар. Бір күнлік эмек ақы üçün 400 грамм отмек алғанлар. Кімерде оны да бермегенлер. Сүргінлікнің бірінші йылы Қартанамның эм татасы, эм анасы вефат ете. Қартанам татасынен оксыз қалалар. Чөлден қайтқанда төкілген боғдай башларындан бір авуч жиып, балымақ пішіргенлер. Бөлелікле жанларыны ачлықтан құртарғанлар. Ақшамлары іштен қайтқан соң яшлар топлаша екенлер. Бөле бір топлашывда Амет Қардедем ве Фикрие Қартанам таныш олғанлар. Қартедем чөлде тракторжы олып жалышқан. Бір-біріні бегеніп, олар қоранда құралар. Бір удачықта таныш біліш топлашып, давул ве кемане чалдырып, софрасыз никах ақшымы япқанлар. Қартанам ве Қардедем татлы муабет омыр көргенлер. Оларның 4 баласы олған. Менің битам Зодие ве 3 қардыбабам. Рефат, Решат ве Мустафа. Мен Фикрие битамның кечірген омыры огынде теменна етем. Ве жан юректен еллеріні опем. Әркесіні адетімізже бұйыклеріні урмет етмеге чағырам.